Баршаңызға ассалаумағалейкум. Хакерлер Қазақстан арқылы өтетін ресейлік ұшақтарды тоқтатуға тырысқан деген қауесет тарады. Қазақстандықтар WhatsApp мессенджерінде Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының сайтына хакерлік шабуыл жасалып, Қазақстан арқылы транзитпен ұшқан ресейлік ұшақтарға тоқта сигналдары жіберілгендігі туралы ақпарат таратуда. Әуежайдың баспасөз қызметі осы жағдайға қатысты түсініктеме берді. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы бүгін сағат 12:20-да NN Airport сайтына бірнеше рет сұрау салу арқылы шабуыл жасалғанын хабарлады. Шабуылға тойтарыс берілді және сайттың жұмысы 13:20-да қалпына келтірілді. Сайт ешқандай хабарлама жібермейді, мұндай қызметі жоқ, деді Астана әуежайының баспасөз хатшысы Әнуар Шалекенов. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.